Барлығыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Эльмира. Бүгін сіздермен осындай сөзбелі өте дәмді пончиктер немесе шарик дайындайтын боламыз. Егер тоңазытқышта сөзбе қалып қойған болса, онда тез әрі оңай, әрі дәмді тіске басар жасап көруге кеңес беремін. Бізге қажет болатын заттар ол ас содасы және ванилин, шекер, тұз, ұн, жұмыртқа және ең бастысы сөзбе қажет болады. Барлығының мөлшерін толығымен описанияға қалдыратын боламын. Ең алдымен сүзбемізді осылай шанышқымен жақсылап езіп аламыз, немесе блендермен ессеңіз де болады. Және де шекерімізбен тұзымызды және жұмыртқамызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Одан соң құрғақ ингредиенттерді араластыратын боламыз. Ас содасымен және де ванилинді салып, үстіне електен өткізілген ұнымызды салып, шанышқымен жақсылап араластыратын боламыз. Одан соң қолымызбен жұмсақ қамыр илеп шығарамыз. Қамырымыз сондай жұмсақ, нәзік, сондай қолға жабысқыш, беймаз қамыр болып шығады. Және де одан қорықпаңыздар, ешқандай ыдысымыздан босатып, осындай дастарханымызға немесе столымызға ұнды себе отырып, тағы да жақсылап қамырымыз бір келкі болғанға дейін илейтін боламыз. Қамырымызды біріктіріп болғаннан кейін қолымызды тазартып аламыз, және де өзімізге ыңғайлы етіп, қамырды осындай ұзын домалақша етіп жасап аламыз, және де кішкене осындай бөлшектерге бөлеміз. Бөлшектердің өлшемі шамамен жаңғақтың өлшеміндей болса жеткілікті, өйткені қуырған кезде ол 2 есе тағы да үлкейетін болады. Бөлшектерге бөлінген қамырларымызды осылай алақанымызбен домалақ етіп жасап аламыз. Және де бір келкі домалақ болмаса, ешқандай уайымдамаңыз, ол қуырған кезде өзі көтеріліп, домалақ болып шығатын болады. Барлық қамырларымызды осындай домалақ формаға келтіріп аламыз, және де бұл қамырларымыз қатты үлкен болып кетуге болмайды. Пісірген кезде ортасы піспей қалу мүмкін. Сол себептен үлкен болып кеткен қамырларымызды 2-ге бөліп алуға болады. Және де осы қамырларымызды бөлек ыдысқа қуыруға ыңғайлы болсын деп салып аламыз. Орташа отта қызып тұрған майды осылай тексеріп аламыз, ұнды сеуіп, және де майымыздың мөлшері пончигіміз толық батып тұратындай болу керек. Осындай пончиктерімізді тағы да қолымызбен домалақ етіп жасап, үстіп біртіндеп салып қуыратын боламыз. Және де пончиктер тез пісіп, тез қуырылатын болғандықтан кәкпірмен осылай араластырып тұруды ұмытпаңыз. Сөзбелі пончиктеріміз шамамен 4 минуттай пісетін болады. Тоқтаусыз осылай араластыра отырып, толық қызарғанша осылай пісіреміз, және де піскеннен кейін астына салфетка қойып, майын сіңіріп алу үшін осылай сүзіп алатын боламыз. Біздің сүзбелі шариктеріміз дайын болды. Әсемдік үшін үстіне қант ұнтағын сепсеңіз болады, немесе ерітілген шоколад, немесе бал бетіне сепсеңіз болады. Өте дәмді болып шығады. Сүзбелі шариктеріміз сырты сондай қытырлақ, іші сондай-ақ өте нәзік, жұмсақ болып шығады. Барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.